Бұлдыр күн өткен, бұрынғыдан кім өткен? Әже, ертек айтып берші. Жарайды. Ендеше мен саған Құламерген ертегісін айтып берейін. Ертеде Құламерген деген өзі батыр, өзі аңшы жігіт болады. Батырлығы елге жайылған адам болады. Өзіне лайықты сұлу әйелі болады. Сол елдегі хан әр жерден сұлу әйелдерді өзіне сұратыпты. Мерген аңға кеткен күні Мыстан кемпір хан әскерімен бірге Мергеннің алтын шашты сұлу әйелін ханға апарады. Мерген сондарына барып хан әскерін түгелдей қырып тастайды. Сол әскердің ішінде Мыстан кемпірдің тазша баласы да болады. Мыстан кемпір Мергеннен кек алудың жолын іздейді. Бірақ та Мерген оны да өлтіреді. Кейін Мерген Мыстан кемпірдің желмаясын жетеді деп өз еліне қайтып оралып, бақытты дәурен кешеді. Осыдан 20-30 жыл бұрын Найман руы біздің елге шапқан болатын. Сонда Бостанбек деген асыранды бала қаза табады. Сол кездері Найман қолынан біздің елге тұтқынға түсіп, жыл жартындай кісенде жатқан Қожамберді деген ақын болған еді. Ал балам, әжем екеумізді қажай беруші едің, әңгіме жырдың декені міне жаңа келді. Мынау Барлас деген ақын. Балам, шешеңнің судай төгілген, тыңдаушың бордай егілген дегендей, сөйлеуді де, тыңдауды да сүйген ел дағы. Тыңдаудан өзің жалықпасаң, айтуға байкөкше жалықпас. Мұны айтқан кім? Осы өлеңді шығарған кім екен? Әріден келе жатқан деседі ау балам. Бұның түбін? Жүрмеңдер, әлі асықпай бір-екі күн қонақ болып кетіңдер. Құлағың сал жырыма, ойлана қара сырыма, шат-шатымен емеспін. Құр құландай жортқанмен, құбылтып кей тартқанмен, қайғыдан барлас құрыма. Қайғысы не? Әйтеуір үлкен қасиеті болмысызды дардай ғып мақтай беретін әдеті жоқ екен. Ел ақтаған ақын емес қой. Сөзіні ғып ал осының. Аға сұлтан ұлық бар, елге мәлім қылықтар. Өл дегенде өлмесең, жүр дегенде жүрмесең, малы құрым құрықтар, кісен салып құлыптар. Барлас, ұлық пен бек дегенде кімді айтады? Онысын ашпайды. Старшын дейтін әкім бар, пайдасын көрер жақындар. Қалың елі тек жемі, бұранды күн тиіскен аш қасқырдай тақымдар. Бұл старшын майбасар. Жарлы-зарлы демейді, кейінен ашып көмейді. Түгіменен түйесін жұтам десең қайсырлы, қалтқы болып бөгейді. Бет түсі айқын болмаса да, әр заманда, әр жерде күніреніп қайғы шеруін тартып жатқан менің әжем сияқты көп жасаған, көп қайғыны көрген үлкен бір шері бар. Ол кім? Шырағым ер жетерсің, ер жетіп сірән етерсің, алысқа шырқап кетерсің, шындаған шынға жетерсің. Міне балам, осы менің батам болсын. Апа, екеуіне де жақсы қып тұрып, сый беріп аттандыршы. Мына балам оқудан қайтқалы сүлен ауқас боп, арыла алмай қойып еді, сендер келгелі жақсы сөздерімен има келгенде болдыңдар, қадамы құтты қонақ болдыңдар. Тағы да келе жүріңдер, анау кәржесімен мені бір сейілтіңдер. Келген сапарларына тыс тазырақ азық байлаттым, алла кетіңдер, жолдарың болсын, риза. Қош сау болып аттаныңдар.